Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Пікір жазып, лайк басып, достарыңызбен бөліссеңіздер екен. Алма, құлпынай, пияз. Осы үшеуі қартаюдың алдын алады десе сенесіз бе? Олай болса, видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Әлем ғалымдары қартаймаудың құпиясын ашуға барын салуда. Бірақ уақыт өз дегенін болдырады. Дегенмен қартаюды тежеуге, барынша жас көрінудің түрлі әдіс айласын нутрициологтар да, диетологтар да, косметологтар да ұсынуда. Бүгінде офисте отырып жұмыс істейтіндер көп, ұялы телефон шұқылайды. Дене белсенділігін арттыру мәселесіне немқұрайлы қарайтындар аз емес. Жүру, жүзу, жүгіруді жанына серік еткендер тым аз. Жұмысқа көлікпен барады, көлікпен қайтады. Мұның бәрі де тез қартаюға әкеп соқтырары сөзсіз. Ғалымдар жуырда қандай тағамдар ағзаның қартаюын бәсеңдетуге көмектесетінін айтты. Ұзақ жылғы зерттеулер бойынша қартаюдың негізі артық салмақ пен ағзадағы ескі жасушалардың жиналуынан болатыны анықталды. Сауатты тамақтану және физикалық белсенділік семіздіктің алдын алуға көмектесетіні бесенеден белгілі. Яғни күнделікті тұтынатын асымыз қарттықты тежеуге көмегі көп болмақ. Мәселен, алмада, құлпынай мен пиязда кездесетін синолитикалық заттар ескі жасушалардың жойылуына ықпал ететіні белгілі болып отыр. Ең алдымен ағзаға қажетті дәрумендердің орнын толықтыру үшін арнайы анализдер тапсыру қажет. Соған орай тамақтану қажет. Тамақтануыңыз ұзақ жасауыңызға да септесетінін біле жүру артықтық етпейді. Жастықты ұзақ сақтауға септесетін өнімдерді көптеп тұтыну қажет деп есептейді ғалымдар. Әсіресе көкжидек, қара және қызыл қарақат, киви, мүкжидек және шиені жиі тұтынуға кеңес береді. Өйткені оның құрамында полипренол мен биофлавоноид деген бірегей табиғи биорегуляторлар бар. Олар кейбір ағзаға оң әсер етеді. Аталған өнімдер репаративті регенерациялық процестерді белсендендіретінін нәтижесінде органдардың құрылымы мен функциялары қалпына келтіреді. Мүкжидек пен қарақат сияқты жидектер есте сақтау мен когнитивті функцияны жақсартады, антидепрессант болады және жастықты ұзартуға көмектеседі. Ұдайы көтеріңкі көңіл күйде жүру жастықты ұзартуға септесері сөзсіз. Өйткені стресс және техногендік факторлар мембраналардың зақымдалуына келеді. Нәтижесінде жасушалардың, тіндердің және мүшелердің функционалдығы бұзылып, әртүрлі аурулардың пайда болуын тудырады. Соның салдарынан қартаю процесін жеделдетеді. Полипренолдар мен биофлавоноидтар жасушаның иммундық күйін көтереді. Иммундық жүйе жоғары болса, ағзаның ауруға бейім болуына қарсы тұратыны белгілі. Сонымен қатар дәрігерлер диетаны бет алды ұстануға болмайтынын ескертеді. Өйткені әр ағзаның құрылымы әртүрлі, сондықтан да ағзаға қажетті табиғи дәрумендерден бас тарту да ауруларды қоздыруы мүмкін. Мәселен, еттен толық бас тарту кейбіреулер үшін зиян болуы да ғажап емес.